Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен асқабақтың пайдасы туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Асқабақтың адам ағзасына пайдасы ежелден белгілі. Бұл көкөністі тамақ ретінде жеу арқылы ағзаны қажетті дәрумендер мен минералды заттарға толықтырасыз. Әрі көптеген дертке дауа болатын қасиеті бар. Әсіресе асқабақтың дәні өте пайдалы. Нақтырақ айтқанда, қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Жүрегі ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береміз. Өйткені бұл дән қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзілуін реттейді. Құрамындағы фосфор, мыс, темір элементтерінің арқасында қаназдық ауруын емдейді. Климакс кезіндегі ауырсынуды басады. Етеккір үзілісі кез келген әйелде ауыр өтетін жағдай. Бұл уақытта 40 түрлі дерт қозып, жалпы жағдай нашарлайды. Гормоналды өзгерістер орын алады. Ал осындай ауырлықты жеңіл өткізгіңіз келсе, онда құрамы дәрумен мен минералды заттарға бай асқабақ дәнін жеуге әдетке айландырыңыз. Климакс кезінде әйелдің қызуы көтеріліп, тоқсаусыз терлейді. Көңіл күйі нашарлайды, жүрек соғысы өзгеріп, қан қысымы ойнайды. Бұл аурулардың бірден-бір емі асқабақ дәні екенін ескеріңіз. Қатерлі ісікті алдын алады. Асқабақ дәні теңдессіз байлықтың қайнар көзі, ал бұл зат өз кезегінде қатерлі ісік ауруын алдын алып, ағзаны сақтайды, әрі қорғайды. Мамандар асқабақ дәнін үзбей жейтіндер ауру, сүт безі, тік ішек, ұйқы безі, өкпе, асқазан қатерлі ісік ауруына ешқашан шалдықпайтынын растайды. Қандағы қанттың мөлшерін реттейді. Өздеріңіз білетіндей, қант диабетіне шалдыққан науқастар белгілі бір мәзірде тамақтануға тиіс. Қантты, тәттіні, ащыны, майлыны шектесе, ал көкөніс пен жеміс, буға піскен және қайнатылған тағамдар рұқсат етіледі. Оған қоса асқабақтың дәнінің кереметтей пайдасы бар екенін айтылған. Бұл бағалы дән ағзадағы улы заттарды шығарып, жасушаларды жаңартады, ұйқы безінің жұмысын жақсартады, инсулиннің дұрыс бөлуін қадағалайды. Нәтижесінде қандағы қант мөлшерін қалпына келтіреді. Ерлердің денсаулығын жақсартады. Простатит, қуық түбі безінің қабынуы ер азаматтардың көпшілігінде кездесетін ауру. Аталған ауру денсаулығыңызға ғана емес, өмір сүру қалпыңызға да, төсектегі тірлігіңізге де кері әсерін тигізеді. Ал оның алдын алып немесе сақтанғыңыз келсе, бір уыс асқабақ дәнін жеңіз. Емді күніне 3-4 рет қайталау арқылы айықпас дертіңізден арыласыз. Сонымен қатар жамбастың қан айналымын тездетіп, суықты емдейтін әрі ісігін қайтарады. Артық салмақтан арылтады. Кез келген дән, әсіресе асқабақ дәні өсімдік ақуыз бен жаңсаққа бай. Ал бұл заттар өз кезегінде ағзадағы майды ертіп, артық салмақты арылтады. Диетологтар қарныңыздың ашқанын сезе бастасаңыз, асқабақ дәнін жеуге әдеттендіріңіз. Оның құрамында пайдалы заттар ішектің жұмысын жақсартып, зат алмасуын реттейтінін айтады. Көңіл күйді көтереді. Нақтырақ айтқанда, жүйкені жақсартып, миды тынықтырады. Диетологтар күніне 7 дана асқабақ дәнін жесеңіз, көңіл күйіңіз керемет көтереді. Асқабақ дәні ішек құрттарының нағыз жауы. Ағзадағы кез келген құрттан асқабақ дәнін жеу арқылы оңай құтыласыз. Дәннің денсаулыққа тигізетін зияны жоқ. Буын ауруларынан қорғайды. Суыққа қарсы күресетін күшке ие. Асқабақ дене буын ауруын емдеп, тұз байлауын болдырмайды. Сондай-ақ несеп жүргізіп, артық тұзды шығарады. Қартайғанда сүйектен айырылғыңыз келмесе, немесе сүйектің сынуына сақтанғыңыз келсе, онда күнделікті тамақтың алдында асқабақ дәнін жеуді ұмытпаңыз. Сонымен асқабақ дәнінің керемет әрі теңдессіз емдік қасиетімен таныстық. Ендеше аталған аурудың алдын алу үшін ағзаны улайтын химикатты дәрілермен емес, керісінше ағзаны дәрумендер мен минералды заттарға байытатын асқабақ дәнін жеуді ұмытпаңыз.